Саламатсыздар ма? Халықаралық қазақ-қытай тіл колледжі тарих пәнінің оқытушысы Рамазанова Район Жанатаевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы 20 ғасырдың 50-80 жылдарындағы толқулар, көтерілістер, қозғалыстар. Сабағымыздың мақсаты 1959 жылғы Теміртауда және 1979 жылғы Целиноградтарға оқиғаларға байланысты қысқаша сипаттама беру. Қазақстан тарихы жалпы көптеген сан-алуан түрлі оқиғаларға толы. Соның бірі 1959 жылғы Теміртауда болған жұмысшылар ереуілі. Негізгі себебі сол жылдар ішінде Теміртауға 200 мыңнан астам халық келіп қоныстанып, жұмысшылардың әлеуметтік жағдайы қиындай түсті. Яғни тұрғын үй жетіспеді, азық-түлік, ауыз су жетіспей, дүкендерде, асханаларда кезекке тұру көбейді. Осындай факторларға байланысты сол жылдың 1 тамызында ашуға булыққан халық жұмысшылар ереуілге шығады. Нәтижесінде 16 адам опат болып, 50-ден астам адам әртүрлі жарақат алып, 3-ші күні ереуіл қарудың күшімен әрең басылады. Осы кезеңдерде Мәскеуде және Қазақстанда көптеген жастардың саяси ұйымы құрылады. Соның біріншісі Жас тұлпар ұйымы, екінші Семей қаласында құрылған Тайшыбар бірлестігі, Қарағанды қаласында Жас қазақ бірлестігі. Бұл ұйымдардың барлығының мақсаты бір болады. Қазақ жастарының саяси санасының жетіліп қалыптасуына зор ықпалын тигізген бұл ұйымдар. Алған оқиға неміс автономиялы облысын құру туралы шешім. Яғни КОКП-ның орталық комитетінің саяси бюросында 1979 жылы неміс автономиясын Қазақстан мемлекетінде құру туралы шешім қабылданады. Бұл шешім елдің конституциясына ешқандай да сәйкес келмейтін еді. Автономиялы облысқа жалпы Қазақстанның солтүстік өңірлері, соның ішінде Ақмола, Қарағанды, Павлодар және Петропавл қалалары енгізілмек болады. Ал астанасы етіп Ерейментау қаласын жарияламақ болады. Ал енді осыдан кейін туындайтын сұрақ: неліктен неміс автономиясын Қазақстан жеріне құру керек болды? Бұл жерде жатқан астар, бұл Еділ бойындағы неміс автономиясы таратылғаннан кейін, оның мыңдаған азаматтары Қазақстан жеріне көшіріледі. Коммунистік партияның 20-шы съезінен кейін, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында таралған көптеген автономиялар қалпына келтірілмегенмен, Еділ бойындағы немістерді көшіру туралы шешім қайта қаралмай қалған болатын. Міне осыған байланысты немістер арасында осы тарихи отандарына, яғни Германияға немістердің оралуына патша үкіметі тарапынан шек қойылады. Республика үкіметінің келісімінсіз 1979 жылы Қазақстан үкіметінде жалпы неміс үкіметінің құрылуына жол жоқ, неміс автономиясы құрылмасын, Қазақстан бөлінбейді, үй ішіне үй тігу мүмкін емес атты ұрандармен көшелерде қазақ жастары ереуілге шығып жүріп өтті. Коммунистік партиясы елеулі қарсылық көрсете де алған жоқ. Жастар неміс автономиясына жол жоқ деп ұрандатып өтті, және де бұл митингтің халық арасында таралмауына патша үкіметі қолынан келгеннің барлығын істеді. Алайда бірақ бұл көтеріліс жалпы Қазақстан арасында тарап, қауесет тарап, қазақ жастарының жалпы дегенмен саяси санасының өсуіне әсерін тигізді. Келесі болған оқиға бұл Жаңаөзен көтерілісі. Жаңаөзен оқиғасы 1989 жылы маусым айында Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында болған жергілікті халықтың бас көтеруі. Бұл жалпы Ауғанстан соғысының аяқталуының уақытымен дәлме-дәл келеді. Бұл әлеуметтік кикілжіңнің шығуына негізгі себеп бұл басқа республикалардан келіп жұмыс істейтін адамдардың, яғни халықтардың сол өңірдегі халықтың дәстүрлерімен, мүддесімен санаспай, дөрекілік көрсетуі себеп болды. Жалпы жергілікті тұрғындармен Кавказдан қоныс аударғандар арасындағы кикілжіңнен басталып, арты қақтығысқа ұласты. Қақтығыс құқық қорғау органдарының араласуымен басылды. Сырттан келгендердің көпшілігі қаладан кетуге мәжбүр болды. Бұл оқиғаның астарында не жатыр? Әрине, бұл жылдар бойғы қордаланып, дұрыс шешімін таппаған тұрғын үй, мектепке дейінгі балалар мекемелеріндегі кезек, жастар арасындағы жұмыссыздық сияқты әлеуметтік мәселелер. Сондай-ақ мұнай газ өндірісін Мәскеудегі орталықтан басқаратын одақтық министрліктердің әміршіл әкімшіл жүйенің жергілікті тұрғындар арасында кадрлар даярламай, жұмыс күштерін республикадан тыс жерлерден әкеліп, жергілікті халықтың мүддесін ескермей жүргізген сыңаржақ саясаты жатты. Осыған булыққан халық шыдамай көтеріліске шығады.
Жалпы бұл көтеріліс кеңестік қызыл армияның Қазақстандағы үстемдігінің соңғы лебі деп айтсақ та болады. Жаңаөзен қаласында болған көтерілістің нәтижесінде 3 қазақ, 2 лезгин қаза болып, 40 адам жарақаттанады. Көп ұзамай 1991 жылы 1 желтоқсанда еліміздің бүкіл халықтық сайлау өтіп, нәтижесінде біз өзіміздің тұңғыш президентімізді сайладық. Сол жылдың 16 желтоқсанында Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні атап, тәуелсіз мемлекет болып жарияландық. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.